Баршаңызға сәлем, Гүлдер әлемі каналына қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода кәдімгі қарапайым аптекада сатылатын аспиринді қандай гүлдерге пайдалануға болады, қандай гүлдерге пайдалануға болмайды. Тіпті аспиринді гүлдерге беруге бола ма? Қалай егер де беруге болатын болса, оны қалай береміз? Ол аспирин біздің гүлдерімізге қалай әсер етеді? Барлығын осы видеода айтамын. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментария жазып, қоңыраушаны қосып қойыңыздар. Каналда көптеген үй гүлдеріне арналған пайдалы ақпараттар бар, видеолар бар. Ашып көрсеңіздер болады. Егер де сіздерге қандай да бір гүлдің күтімі керек болса, маған комментарияға жазсаңыздар, дәл сол гүлдің күтімін видео жасап салатын боламын. Аспиринді үй гүлдеріне беруге болады, және ол қалай әсер етеді? Аспирин бізде бұл гүлдерге өте жақсы әсер етеді. Оларды стресстен шығаруға көмектеседі, және де жаңағыдай әлсіреп, зиянкес жеп, әлсіреп қалған, не болмаса бір жағдайлардан тамыры шіріп, ауырып, қайтадан өзіне келе алмай тұрған гүлдерге дәл осы аспиринді пайдалансаңыздар, сіздің гүліңіздің кішкене болса да стресстен шығып, күш алуына көмектеседі. Және қаншалықты жиі аспиринді пайдалануға болады. Аспиринді негізі кәдімгі дені сау гүлдерге үнемі жиі пайдалана беруге болмайды. Өздігінен өсіп, өздігінен күнделікті жапырақ шығарып, жаңағы апта сайын жапырақ шығарып, жақсы өз күшімен жақсы гүл ашып тұрған гүлдерге бекерден бекер аспирин бере беруге болмайды. Себебі гүлдер өзі онсыз да осы ацетиловый кислотаны өздері өсу процесінде денелерінде бөлінеді. Соның себебінен олар өсу процесі жақсарады, және жаңағыдай бутон ашулары, жаңа жапырақ шығарулары өте жақсы болып көбейеді. Аспирин бұл мысалы бізге кәдімгі букет гүл келеді, подаркіге. Мысалы 8 мартта, жаңа жылда күйеулеріңіз егерде сіздерге букет гүл подарка беріп жатса, оны да осы аспиринмен ұзақ уақытқа сақтауға болады. Себебі аспирин кескен жерлердегі грибоктарды, мысалы біз гүлді кескен кезде, дәл сол кескен жер суға салса шірейді. Соның себебінен бізде гүлдер тез солып, тез өліп қалады. Басындағы бутондарын тез тастап жібереді. Мысалы, роза гүлін сізге подарок етті деп есептейік. Қазір мысал келтірейін деп тұрмын. Соған сізге әкелді, сіз оны кәдімгі қарапайым колонканың суына саласыз. Болды, ол ары кетсе бір апта тұрады да, сөйтіп жаймендеп сола бастайды. Не болмаса жаңағы ашылмаған бутондары тез ашып, гүлдерінің жапырақтары түсіп қалады. Ал енді егерде сіз сол суға осы аспиринді салатын болсаңыз, енді 1 литрге 1 аспирин салып, сол аспирин ертілген суға сіз жаңа букет гүліңізді салсаңыз, букет гүлдің кесілген жерлеріндегі грибоктарды, кесілген жеріндегі инфекцияларды өлтіріп тұрады да, және оның тез қартайып, тез өсіп, тез дамып кетуіне кедергі келтіріп, жаңағы даму процесін баяулатады. Содан сіздің бутоныңыз, мысалы, сізге раушан гүлін әкелсе, кейбір кезде раушан гүлдер әлі толық ашылмаған күйінде сатылады магазиндерде, букеттерде. Сол аспирин салған суға салсаңыз, тез ашылып, тез қартайып, басындағы бутондарын тастап жібермейді. Былайша айтқанда, соның даму процесін баяулатады. Сөйтіп, сізге ол гүл ұзағырақ тұрып береді. Жоқ дегенде примерно 1 айға тұрып береді, егер үйдің іші кішкене салқында болса. Егер ыстық жерде, кәдімгі терезе күн түсетін жерде тұрса, ол тез неғып кетуі мүмкін. Терезеден күннен көзінен аулақ тұратын болса, осы аспирин салынған су қызғалдақты, басқа да гүлдерді, букеттерді сол кескен жерін шіруден сақтап, ұзақ уақыт тұрып беруіне көмектеседі. Ал енді үй гүлдеріне қандай пайдасы бар? Үй гүлдеріне бұлар тамырдың жақсы нығаюына көмектеседі. Тамыр жақсы нығайған сайын бізде жасыл масса көбейеді. Жасыл масса көбейген сайын гүліңіз пышный болады. Ал енді мысалы кейбір көрермендер маған жазады комментарияда, менің доллар гүлім 2 жыл, 3 жыл болды, не өспейді, не өлмейді, не жаңа сабақ шығармайды дейді. Сондай кезде, егерде сіздің гүліңіздің, жаңағы долларыңыздың горшогы
топырағы барлығы дұрыс болса, бірақ ол ешқандай сізге стрелка шығарып жақсы өспесе, демек сіз оған 3 айда бір аспирин берсеңіз, ол аспирин сол тамырдың дамуын жақсартады. Жаңағы өзі тұрып қалған, тоқтап қалған стресстен шығарады. Сөйтіп астында картошкасы көбейіп, сізге бірден жаңағы 5-6 стрелка шығарып беруі мүмкін. Дәл солай басқа гүлдерге де әсер етеді аспирин. Мысалы, неңіз орхидея гүлдеп тұр дейік, оның да гүлінің, бутонының ұзақ тұруына осы аспирин әсер етеді. Кәдімгі 1 литр суға езіп, жақсылап бірінші жылы суға ертіп аласыз. Аспиринді кішкене азғантай, бокалға азғантай жылы суды құясыз. Езіп, ұнтақтап аспиринді сол суға жақсылап ертіп аласыз. 10-15 минутқа ертіп алғаннан кейін жаңағы 1 литр суға құясыз. 1 литр суға құйғаннан кейін ол 1 литр суды орхидеяны негізі астынан суғарған жақсы. Ыдысқа құйып, сол орхидеяны соған салып қоясыз. Сол кезде сіздің гүл ашып тұрған орхидеяңыз еще тағы бутон ашады, басқа жақтан стрелка шығарып, еще жаңағы ашып тұрған гүлі сізге ұзақ уақытқа тұрып береді. Ал енді 1-2 көрерменім жазды, 10 жыл болды, 10 жылдан да асты менің әйел бақыты гүлім гүл ашпайды дейді. Егер де сіздің гүліңіз үлкен горшокта отыратын болса, ол жаңағы дұрыс емес топырақта отыратын болса, ол тек қана жасыл жапырақ шығарып тұра береді. Және үлкен горшоктың ішін тамыр толтырғанша ол жоғары қарай жапырақ шығармай, гүл ашпай тұра береді. Енді анда-санда бір жапырақ шығаруы мүмкін, бірақ гүл ашпайды. Сол кезде қалай жасаймыз? Мысалы, осы аспиринді бір беріп көресіз. Егер де содан 1-2 апта, 3 аптаның ішінде бір эффект болса, онда ол горшок дұрыс. Ал егер де одан ешқандай аспириннен де ешқандай эффект болмаса, бір какой-то сол гүлдің гүлдеуіне, сол гүлдің тоқтап қалған, өспей тұрған жайына, қалыпты жағдайына осы аспирин какой-то бір толчок береді да, сөйтеді да ол стресстен шығып, бүкіл аурудан шығып, жаңағы өседі. Действительно әсер етіп жатса, демек онда сіз 1 айдан кейін сол осы аспиринді тағы да беріп қайталасаңыз болады. Ал егер сіздің гүліңіз жақсы гүл ашады, жақсы жапырақ ашады, бәрі дұрыс, бірақ сіз оны одан да жақсартам деп аспирин берсеңіз, сіз гүлге зиян келтіресіз. Сол үшін жақсы өзі өсіп, өзі қалыпты жағдайда бүршік атып, жаңағы өзі қалыпты жағдайда жаңа өскіндер шығарып жақсы өсіп жатса, демек сіздің гүліңіз өз денесінде осы ацетиловый кислотаны бөліп жатыр деген. Гүлдердің өзі өсу процесінде жапырақтарында денесінде осы ацетиловый кислотаны бөлген кезде жақсы өседі, жақсы гүлдейді. Демек сіздің гүліңіздің қарауы жақсы. Ал егерде жаңағы долларлар секілді стрелка шығармай тоқтап қалған гүл болса, демек сіз оған дұрыс қарай алмай жатсыз. Дұрыс оған күтім жасай алмағаннан ол не стрелка көбейтпейді, не өзі өліп қалмайды, бір қалыпты қатып тұрып қалады. Сондай кездер, тек қана сондай өсе алмай тұрған, түрлі стресстерге түскен, түрлі шіркей жеп, ауырып, одан енді жаңағы жазылып келе жатқан гүлдерге дәл осы аспиринді жасап берсеңіздер, сіздер оған жақсы көмек. Әлсіреген гүлдерге бересіздер. Ал қалай бересіздер? Жаңағыдай жоғарғы жағында айтып өткенімдей, бір таблетканы 1 литр суға араластырасыз да, кәдімгідей ылғал топыраққа құясыздар. Алдымен гүлдің топырағын ылғалдап алып, кейін құясыздар. Егер де гүліңіз әлсіз болса, айына 1 рет берсеңіз болады. Егер гүліңіз жақсы өсіп тұрса, оны 3 айда бір пайдалансаңыз болады. Ал егер де сіздерге одан да жақсы әсер керек болатын болса, жапырақтары қанық, жасыл болғаны керек болатын болса, онда сол суға кәдімгі жұмсақ жаңағы ватный лист болсын, дискі болсын, соны жаңағы ылғалдап алып, бүкіл жапырағын сүртіп шықсаңыздар болады. Тіптен гүлге су шашатын ыдысқа жаңағы осы суды құйып алып жапырақтарына шашсаңыз. А егер гүліңіз далада тұратын болса, жаздың күндері, оған олай жапырағына шашпаңыздар. Тек қана жапырағын сүртіп шығыңыздар болды. Үйдің ішінде тұрған гүлдерге жапырағына шашуға болады. Аспиринді қалай пайдалану керегі туралы біраз нәрсе түсіндіңіздер деп ойлаймын. Егер де түсінбеген жерлеріңіз болса, маған комментарияға жазыңыз. Жаңа айтып өткендей, қайбір гүлдің күтімін білгілеріңіз келсе, комментарияға жазыңыздар. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментария жазып, қоңыраушаны қосып қойыңыздар.